Сәлем достар, сіздермен бірге Раушан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тауықтың етінен жасалатын өте дәмді әрі тез дайындалатын туралмалы котлет жасайтын боламыз. Балалардың сүйіп жейтін тамақтарының бірі. Бұл үшін бізге тауықтың төс еті, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық ұн, 2 ас қасық қаймақ керек болады. Тұз және дәмдеуіштер. Ал кеттік. Не, құрметті достар, осылай тауығымызды турап аламыз. Менің тауығым алдын ала тұздалған, паприка салынып, дәмдеуіштер салынған болатын. Сондықтан мен оны ендігіде тұздамайтын боламын. Міне достар, барлығын араластырып алдым. Дәмдеуіштерден мен паприка, орегано және де куркума қостым. Енді осы дайын болған котлетімізді табаға қуыратын боламыз екі жақтан. Міне, құрметті достар, осы екі жағын қойып алған соң 5-7 минутқа бұқтырып аламыз. Астындағы отын азайтамыз. Міне достар, котлетіміз дайын болды. Көкөністер турап, қаймақ салып ұсынсаңыз болады. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Астарыңыз дәмді, өмірлеріңіз мәнді болсын.